Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге оңай дайындалатын әрі үйдегі бар заттармен дайындауға болатын бәліштің құрамымен бөлісемін. Бәліш өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Қазір сіздерге ортасын көрсетемін. Ортасы жабыспай, үлпілдеп, көтеріліп жақсы піскен. Таза ыдысқа 3 дана жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне 12 қасық қантты саламыз да жақсылап әппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Енді консистенцияға 12 қасық сүт, 12 қасық сұйық майды құйып шығамыз. Қасық ұнды мен осылай ыдысқа салып дайындап қойдым. Енді ұнға 1 шай қасық қопсытқышты салып жақсылап араластырамыз. Қопсытқыш салынған ұнды жаңағы дайындап қойған консистенциямызға сито арқылы саламыз. Достар, бұл бәліштің ерекшелігі құрамының барлығы 12 қасықтан салынады. Енді ұн салынған консистенциямызды миксерлейміз. Мен 24 сантиметрлік формада пісіремін. Негізі құрамына байланысты 20-22 сантиметрлік формада пісіргендеріңіз дұрыс. Енді формамызға дайындап қойған жаңағы консистенциямызды құйып шығамыз. Консистенция құйылған форманы видеодағыдай қозғап жібереміз. Себебі ішіндегі воздухтар шығады, әрі бәлішіміз біркелкі болып піседі. Міне достар, біздің бәліш дайын болды. Бәліштің піскенін осылай шпажкамен тексереміз. Шпажканы піскен бәліштің ішіне осылай саламыз. Егер шпажка құрғақ болса, бәліштің піскенін білдіреді. Достар, бәліштің бетіне сахарный пудраны әсемділік үшін себулеріңізге болады. Негізі пирог өте дәмді болып піскен, әрі жұп-жұмсақ, ешқандай кремде қоспай жеуге де болады. Мені қолдап, маған тіркеліп, әрі маған комментарий қалдырып, менің әрбір видеоммен таныстарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен басқа да тағамдардың құрамымен бөлісемін.